Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Canva приложениясынан Pro қызметін қалай тегін қолдануға болатындығын үйретемін. Ал онда бастайық. Осындай Canva-ға тіркелесіздер. Тіркеліп осылай ашқан кезде, мысалы, кейбір презентацияға кірейікші, мысалы, осының ішінде мынандай коронасы барларды біз қолдана алмаймыз. Қолданатын үшін оған Pro қызметін сатып алу керек болатын, е. Енді сол Pro қызметін біз тегін қолдану мүмкіндігіміз бар. Осы видеода соны көрсетемін. Соңына дейін видеоны тамашалаңыздар. Ал онда кеттік. Мінекей осылай Canva-ға кіріп тіркеліп аласыздар өздеріңіздің логиндеріңізбен. Осы бетті ашып қоясыздар осылай. Сосын осы видеоның астындағы сілтеме бойынша мына бетке өтулеріңіз керек. Мінекей осы сайтқа кіргеннен кейін астына қарай түссеңіз, осылай free guide деп тұрады. Соның астында 60 секундтық реклама беріледі, соны күтуіңіз керек. Мынау 60 секунд біту керек, яғни. Мінекей 60 секундтан кейін осындай download деген шығады. Соны бассаңыздар, мынандай бетке сізді алып барады. Осы бетте осындай 3 не тұрады. Осының ішіндегі get here дегенді басуыңыз керек. Мінекей басқаннан кейін сізді автоматты түрде Canva-ға осылай алып барады. Осылай командаға қош келдіңіз дейді. Сіз астындағы понятно дегенді басып, ары қарай жұмыс жасай берсеңіз болады. Мінекей енді осымен бізде Pro қызметін қолдану мүмкіндігі бар. Осы жерде мысалы қазір презентацияға кіріп көрейік. Осы презентацияның ішінде бір Pro несі бар, коронасы бар презентацияны таңдап, сонымен жұмыс жасап көресіздер. Мінекей мынау мысалы коронасы бар Pro қызметіндегі презентация. Осыны скачать деген кезде, мына жерде ақылы болса, бізде ақылы деп шығатын еді алдын Pro-да. Ал енді қазір ешқандай ешнәрсе шықпайды, сразу скачать етіп ала бересіз. Міне осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнаса видеомызға лайк, комментарий жазсаңыздар, және келесіде қандай нәрселерді үйренгіңіз келеді, ол туралы да жазып өтіңіз.